Отаныма, тіліме, туған жеріме деген сүйіспеншілігім мені жанұялық бизнесімнен айырып жатыр дегенге сіздер сенесіздер ме? Әділетсіз, жалған, жаулар жабу арқылы сізге сондай айыптар тағылса, сіз не істер едіңіз? 11 жылдан астам жанұяммен бірге Гербалайф компаниясының тәуелсіз серіктесі болып табыламын. Менің таза еңбегімнің істеген жұмысымның дәлелі ол менің миллиондаған артымда тұрған адам сенгіз нәтиже алған клиенттер. Бұл тек қана менің төсімде тұрған, бұл төс белгі ғана емес. Бұған дәлел менің серіктестерім осы Гербалайф бизнесінің мүмкіншілігін пайдалану арқылы үлкен жетістікке жеткен қазақ көшбасшылары. Сондықтан Ресей бизнес кетті бізден. Санкцияға байланысты Гербалайф өз бизнесін алып кеткеннен бастап Қазақстанда міне осындай керемет адам сенгісіз, айтуға ауыз бармайтын қазақ көшбасшыларына деген айыптаулар, жалған айыптаулар онлайн арқылы маркетплейс, сосын Балберске саттыңыздар деген жалған жаулар жабылып жатыр. Ол тек қана менің жан айқайым емес. Ол тек қана менің сіздердің алдарыңызда жертва болып, өз бизнесімді, өзімнің табысымды қорғау мақсатында емес, бүкіл қазақстандықтардың жан айқайы деп біліңіздер. Қымбатты қазақ елі халқым. Біз ешқашан ешбір ұлттың тіліне де, еліне де, болмаса Қазақстанымызға келіп жатқан ұлттарға құшағымызды ашқаннан басқа ешқандай да біз оларға жамандық жасаған жоқпыз. Бүгінгі таңда сол санкция болуына байланысты біз Ресей серіктестеріне де құшағымызды аштық. Продукцияның барлығын керек болғандықтан олар кетіп жатыр. Ақшаның бәрі, бүкіл қаражат Қазақстан арқылы ол кісілерге төленіп жатыр. Олар енді нені қалап отыр? Енді олар бизнестері төмендеп, сол санкцияға байланысты құлдырауына қазақ көшбасшыларын кінәлап жатыр. Сол үшін жалған жала жауып оларды бизнесін тартып алу деген жұмысты белсенді түрде жүргізіп жатыр. Сондықтан қаншама жазылған хаттар, қаншама жазылған ұсыныстар Америка еліндегі біздің руководство сіздерге жетпей жатқанын біз жақсы түсінеміз. Біздің жан айқайымыз сол Ресей офисінен шыға алмай жатыр. Енді қазақ елі сіздер бүкіл қазақ көшбасшыларын, қазақ тілін, осы Қазақстан көлемінде өтіп жатқан барлық шаралардың хотя бы 50%, 30% қазақ тілінде өткізейік деген ұсыныстар жасаған үшін менің артыма шырақ алып түсті. Этикалық нарушение бар сізде дейді. Этикалық нарушение болса, этикалық нарушениемен жұмыс жасайтын этика бөлімі бар. Бүкіл Ресей президенттері біздің артымызға түсетіндей біз ол кісілерге ештеңке де жасаған жоқпыз. Аудиолар арқылы, видеолар арқылы бізді сондай бір сұмырай, бізді сондай надан, сондай бізді сауатсыз деп, оларға жоламаңыздар деп, аудио звоноктар жіберу арқылы жинап алып қазақ лидерларын, ана Сәтбайлар ұйым құйып жатыр, оған қосылмаңыздар деген небір жалған ақпараттар таратумен айланысты. Сонда этикалық нарушениеге президенттер есе шынында да мақсатымыз бір, жасап жатқан жұмысымыз бір ғана компанияның тәуелсіз серіктесі болсақ, оның ол кісілерге сондай ащы тиюі, бізге сондай енді жинап алып айтты оны. Қазақты не үшін керек сіздерге? Керек болса Google переводчикпен аударып алыңдар. Бір залда отырып, 90% қазақ ұлты отырып, наушникпен тыңдауға тура келді. Орыс тілінде сөйлесек, біз Қазақстанда отырмыз. Қазақ аудармасын чала-пұла түсініксіз бір тілдерде мән жоқ, мағына жоқ тыңдауға мәжбүр болдық. Енді біз өстік, өндік. Артымызда қаншама біздің серіктестер өсіп келе жатыр. Бұның енді жазықсыз бүкіл қазақ көшбасшыларына осындай небір құйтырқы әдістер арқылы бизнесін тартып алуға жол бермеу керекпіз. Біз жан айқайымызды жеткізу үшін бүкіл қазақ елі сіздерден көмек сұраймыз. Хаттар жетпейді, ұсыныстар жетпейді. Тек қана әлеуметтік желі бізге көмектеседі деп сенеміз. Сондықтан руководствоға, вице-президентке, Степаниграцияға жетсін десеңіздер, сіздер бізді қолдаңыздар, таратыңыздар, бір-бірлеріңізге жіберіңіздер. Қазақстанда осындай әділетсіздік болып жатыр. Қазақстанда Гербалайф бизнесінің офисінің Ресей азаматтарына өтуінің өзінде үлкен бір күмән бар. Қазақстанда өте сауатты, неше бір тілді білетін азаматтар мен азаматшалар өте көп. Оларға сенбеу деген, біздің ұлтты намысын таптау деген,
ол енді осы Гербалайф компаниясының басшылары білмеуі мүмкін, ал Ресей азаматтары, президенттері, офисі, этика бөлімі осындай әрекеттер жасап жатыр. Сондықтан артымыздан қаншама жастар еріп келе жатыр, қаншама адамдар осы бизнесте өзінің нәпақасын тауып отыр. Қазақ айтады ғой, сиырға туған күн бұзауға да туады дейді. Ақырындап рухы биік, өжет, ел алдына шығып сөйлей алатын біз сияқты азамат пен азаматшаларды құру тәсілі ол ертең сіздерге де жасалып жатқан қиянат деп білемін. Сондықтан Қазақстанда жасалып жатқан қазақ тілін қорлау, қазақ тілін мойындамау, қазақ лидерлерін сахнаға шығармау, қазақ лидерлерін жер шұқытып жерге қаратып қою енді ол жалғасуда. 12 жыл болды, бірде-бір қазақ жұмысты жасайтын қазақ, оборотты жасайтын қазақ, еңбекті жасайтын қазақ. Енді мәртебеге келгенде, атаққа келгенде, сол алып компания құрған Америка жасалған шараға келгенде олардың бәрін списоктан сызып алып тастап жатыр. Марапатқа сіздер лайықсыздар емес деп жатыр. Сіздер ұйым құрасыздар, бір-бірлеріңізді Ресейге қарсы үгіттейсіздер. Ешқандай да ондай жұмыс жасағанымыз да жоқ, жасамаймыз да. Біз клубтар желісі арқылы дамығанбыз. Біз адамдарға осындай шындықты бетпе-бет отырып қана онлайн дегенді біз білмейміз, ондай нәрсені түсінбейміз, маркетплейс. Көп адамдарға сондай жала болған. Ал менің артыма түсі ол тіл мәселесі. Сондықтан сенің үніңді өшірсем, басқа қазақтың үнін өшіреді деген мақсатта міне маған жасалып отырған бүгінгі таңдағы ең үлкен енді әділетсіздік осы болып тұр. Сондықтан халықтан үлкен ешкім жоқ. Қазақ біз бір-бірімізді қолдамасақ, қазақ бір-бірімізге ғана керекпіз ғой. Сол үшін мен қазақ деп айғайлаймын. Сондықтан қазақ жерінде болғандықтан қазақ азаматтарының өскенін қалаймын. Қазақ азаматтарының адам сенгісі нәтиже алғанын қалаймын. Сондықтан енді ол басқа ұлтқа ұнамаса, оның бұл жерде ешқандай кінәм жоқ. Сондықтан қолдаңыздар. Біз сіздерден бүкіл қазақтың жан айқайын жеткізіп отырмын деп мен сіздерге сенемін. Халықтың қолынан бәрі де келеді. Сондықтан қазақ кәсіпкерлерін, қазақ ұлтын олай таптатуға жол бермейік. Сондықтан мен сіздерден көмек сұраймын, қазақ елі. Таратыңыздар, шамаларыңыз келгенше осы болып жатқан ешқандай да ештеңені жасырғым келмейді. Шындықты біз білу керекпіз. Шындықты біз айту керекпіз. Біз сияқты ешкім алданбау керек. Біз сияқты миллиондаған қазақ ұлтын әкеп беріп, сен керек жоқсың деп есікті жауып алатындай біз сондай жасаған қиянатымызды ашық айтсын, ешқандай ештеңе айтпайды, бәрі құпия дейді. Сондықтан құпия ештеңе жоқ, мен сіздерге ашығын айтып отырмын. Қазіргі таңда не болып жатыр, өзі не болып кетті өзі. Басымыз деп мыңдаған сұрақ қойып отырған Гербалайф серіктестері. Міне ашығы осы. Жетесің, өсесің, миллиондаған халқыңды әкеп бересің, оларға таңнан кешке дейін аяғыңмен тұрып, жүрегіңмен жұмыс жасайсың, сосын біреуге сыйлайсың. Сол сыйлыққа ие болғысы келіп тұрған Ресей азаматтары, қателесесіздер. Бұны тоқтату керек. Бұны әділетсіздікке біз жол бермейміз. Қазақ атамыз ешқашанда бір табақ жерін бермеген. Сондықтан олай қиянат жасап, біздің қазақ көшбасшыларына мұндай подстава дей ма, аяқтан чалу дей ма, небір тайни клиенттер жіберіп, тайни бірдеңкелерді жіберіп, оларды құрықтап алудың ешқандай да қажет жоқ. Қазақ елі сіз біздерді қолдайды деп сенеміз. Қазақтың тілі неге соншалықты оларға ұнамайды? Бір адамымыз жоқ біз Ресейге продукты таситын. Біз Ресейге шығарып олардың маркетплейс балберісіне сататындай бізде ешқандай басымызға ештеңке туған жоқ. Бізде халық көп. Кіріп қарасаңыздар, әр клубтың іші толы клиенттерге. Қанша жерден дәлелдесек те, жүздеген хаттар жазсақ та, ұсыныстар жазсақ та, біздің бірде-бір сөзіміз жоғары жаққа жетпей жатыр. Біз кездесулерге бардық, біз Америкада кездесу жасадық. Контрабанда сияқты. Бұндай бизнес бізге керек жоқ деп отыр ғой. Сондай жалған ақпарат беретіндей Ресей офисі, ресейліктер біз сіздерге не істедік? Біз сіздерге құшағымызды ашқаннан басқа не қиянат жасадық, айтыңыздаршы. Соншалықты сіздер неге қазақ көшбасшыларын түгел қырып жатсыздар? Бәрінің неге бизнесін тартып алып жатсыздар? Менің ғана емес, 100-ден астам адамдарды ешқандай дәлелсіз. Бізде құпия дейді. Не құпия? Кісі өлтірсеңіз де қазір құпия жоқ ешқандай да. Дәлел бермейсіздер, дәлел айтпайсыздар. Қаншама еңіреген, жылаған әйелдердің дауысын естіп, уже қаңғысымыз көтеріліп, мына жерде тыпырлап, не істерімізді біліп отырмыз. Қазақ елі, сіздердің қолдауларыңыз керек. Бірақ қана жол бар. Әлеуметтік желі арқылы бүкіл TikTok,
Инстаграм арқылы сіздер бізді қолдап жүрсеңіздер, біздің дауысымыз Америкаға жетеді деп ойлаймын. Вице-президент Стефани Грацияға жетсін десеңіздер, ең күшті құрал қазір осы болғандықтан мен сіздерден көмек сұраймын. Қаншама соттар болды, қаншама юристер, адвокаттар жұмыс істеді. Қоғамдарға, ұйымдарға біз жан айқайымызды жеткізіп жатырмыз. Бірақ халықтан үлкен, халықтан мықты ешкімде жоқ. Біз қазақ ұлты, біз өзімізге ғана керекпіз. Біз қазақ болғандықтан Қазақстан жерінде қаншама қазынаға ақша құйып жатырмыз. Ол неге шетелге кету керек, ол неге басқа Ресейге кету керек? Если оларда көз тұнып тұрса біздің миллиондаған товар оборотқа, осындай жолмен емес, басқа жолмен істеуге болмай ма? Бизнес олардан алыстап кетті. Оған біздің қандай кінәміз бар? Қазақ елі 14 жыл болды. Официально жеке Қазақстан тобы болып жұмыс жасап жатыр. Оны басып алатындай. Қазақстанда бірде-бір сотрудник жоқ дейді, сауатты. Сол ТО Қазақстан офисін басқаратын азамат жоқ екен. Шетелде оқып келген, қаншама жоғарғы білімді, бірнеше тілді білетін мамандардың көп екеніне менің күмәнім жоқ. Соған жол бермей отырған. Анау бәленбай жылдан барып Ресейде офисін басқарып отырғандар келіп отырып алды Қазақстанға. Не үшін? Бір қазақ тілінде сөйлесетін бір адам таппадық қой. Сіз ғана талап етесіз, сіз ғана сөйтіп жүресіз, сіз ғана арандатып жүресіз, сіз ұлтшылсыз, сіз дейді нацистсіз. Сіз өйтіп ұлттарды біріне-бірін қайрамаңыз, орысқа қарсы қоймаңыз дейді. Алла сақтасын. Орысқа қарсы ешкімді де қойған емеспін, мен ондай ойымда жоқ. Бірақ мен өзімнің тілімді сұрағаным рас. Өтіп жатқан шараларда отырамыз наушникпен да бәленбай сағат. Мына жеріме өксік тығылатын, жеріме өксік тығылады. Неге Қазақстанда отырып, мен неге қазақ азаматын наушникпен аударып отырым керек? Ол неге мыңқылдап орыс тілінде сөйлеу керек? Біздің жасап жатқан товар оборотымыздың енді керемет екен. Ешқай мемлекеттен кем емеспіз. Неге олар өз тілінде сөйлейді? Неге олар өз тілінде сабақтар өткізеді? Неге оларда бәрі сол мемлекеттің тілінде? Қазақ неге соншама біз қорландық? Қазақтың тілі неге соншалықты оларға ұнамайды? Американский компания түсінеміз. Рахмет американский компанияға. Бәрі мүлдіріп отырған. Ресей, сіздер